Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетіне және Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішіндегі Қытай коммунистік партиясының мүшелеріне қатаң түрде ескерту. Біздің азаматтарымызды аңдығанды доғарыңдар. Анау номері жоқ көліктерің алды-артын шолу, торуылдап, өздеріңше қоқалақ бопса көрсетем дегендерің бір тиын. Біздің азаматтарымыздың бір тал шашы түсетін болса сендердің кесірлеріңнен 77 әкелеріңе танытып жіберемін. Ашығын айтам. Міне мен Серікжан Біләшұлы Америкада тұрып, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішіндегі Қытай компартиясынан ай сайын 10 мың, 15 мың доллар жалақы алып отырған ұлт сатқындарына ескертем. 7 әкелеріңе танытып жіберем, тоздырып жіберем. 7 қабат жердің астына кірсеңдер де шашыңнан суырып алам, көк құшсаңдар сирақтарыңнан жұлып алам. Егер нағыз атажұрт еріктілерінің жұмысына кедергі келтіріп, қандай да бір оларға зиян жасайтын болсаңдар, өлгендерің осы. Естеріңде болсын. Бізді соттай алмай, бір тал шашымызге зиян сала алмағасыңдар. Қолдарыңнан боқта келмейді. Қытай коммунистері 10 мың доллар бергенде қуанып тұрып алғаныңмен, сендер оларға тапсырмасын орындай алмайтындықтарын ашық айтыңдар. Ақшаларын ала беріп, соң Қытай қыспақ қалып, мына жақтан бірден өтірік жұмыс істеген болып, торуылдап алды-артын шолған болып, отчет беріп ақшалам демей ақ қойыңдар. Ең жақсы бұл 10 мың доллар кеңірдектеріңнен өтпей қалады. Өтіп кетсе де бір жерлеріңді жыртып шығарады. Естеріңде болсын. Нағыз атажұрт сендер ойнасатын шаруа емес. Сендер басқа қазақты бас салып ұстап, қамап, қорқытып, бопсалап, машинесіне героин, наркотика, анаша салып, ойбай, жаңағы террористік, экстремистік басылымдар, кітаптар деп дисктер, жаңа қағаз парақшалар салып қойып соттап жібересіңдер. Нағыз атажұртқа оның бірін істей алмайсыңдар. Естеріңде болсын. Ол анау 30 жыл бойы қазақтың жігіттерін, жастарын сөйтіп бопсалап, қорқытып, ұстап, соттап, және одан қырғын ақша жасап үйренгендерің бізге жүрмейді. Біз бүкіл дүние жүзінің, бүкіл адамзаттың назарындағы ұйымбыз. Жер шары бізге қарап отыр. Көрдіңіз бе? Анау Қытай коммунистік партиясы дейтін империя, ана Тайваньды аламын деп жан таласып жатыр 72 жылдан бері. Міне биыл ерекше жан таласып, төбесінен ұшақ, астынан теңізден сүңгуір кемелерін жіберіп отыр. Осы халықаралық хабарға қоса нағыз атажұрттың шығысқа сапарын жазып отыр. Неге? Екеуі халықарада бірдей дәрежеге тең. Екеуі адамдық құқық саласы бойынша екеуінің дәрежесі бірдей. Мынау Қазақстандағы Нұр Азаттық бастаған Нұр медиалар оны жазбағанмен, әлем бүкіл назар ұстады. Тағы қандай сұмдық ақпараттар таба аласыңдар, қандай Қытайдың қылмысын ашатын керемет бір фактілерің бар деп бәрі бізге міне хат жазып, қоңырау шалып, бәрі күтіп отыр. Сондықтан Алматы облысы мен Шығыс Қазақстан облысындағы Қытайдан қорлық көрген, туыс-туғаны Қытайдан қорлық көрген, қамалған, өлтірілген, мал-мүлкі тәркіленген, жайлау, қыстау, көктеу, күзеу, шаппалық, шабындық жерлер, не егістік жерлер тартып алынған, немесе тиісті жайылым төлемақылар берілмеген, үйлері мұздатылған, банк есепшоттар мұздатылған, тиісті қарыз-құрыздар берілмей отырған, тиісті төлемдер берілмеген, немесе тиісті заң бойынша, халықаралық заң бойынша беруге тиісті пенсиясы берілмей отырған, немесе сауда алым сатығында тағы да осы саясатқа иек артып, өздерінің жаңа тиісті мал-мүлік құқылары тапталып отырған, туыс-туғаннан тірідей айырылып, 5-6 жыл болды өлтірсін біле алмай отырған, өлгеніне барып бір уыс топырақ сала алмай, тірісіне барып қуанышын ортақтаса алмай отырған, бала-шағасы екі жақта айырылып, үлкен ақсақал ата-әжелер мұнда бала-шағасы анда қалған, немесе сәби балдар, бозбала бойжеткен мұнда ата-анасы анда қалғандар, немесе отбасының қандай да бір топ мүшесі мұнда, бір мүшелері анда қалғандар. Қысқасы барлық құқы тапталған қазақ кез келген, біз айтқан және біз айта алмаған, біз ескерткен немесе ескертілмеген тақырыптар бойынша, тіпті өлтірілген, зым-зия жоғалтылған, қоқан-лоққы жасалған, үркітілген, қорқытылған қазақтың барлығы бізге шағымданыңыздар. Телефондарының барлығы нағыз атажұрттың сайттарында, нағыз атажұрт латын жазуымен нагиз, N-A-G-I-Z. Осы нагиз дегенді жазсаңыздар, немесе атажұрт десеңіздер, өз атажұрттың 3-4 канал бірақ шыға келеді. Астында соның бүкіл телефондары тұр. Жаңағы жігіттердің телефондарына хабарлассаңыздар да болады. Енді бұл арада біз осы ақпаратымызбен қоса, мынау тас-талқан болу алдындағы әлем деген ақпаратымыздың 3-ші ақпаратына қысқаша айта кетейік. Мынау Нобель бейбітшілік сыйлығы берілді. Біреу филиппиндік бір журналист әйелге, екіншісі ресейлік журналист әйелге. Неге Филиппинға берілді, неге Ресейге берілді?
Филиппинге бергендегі мақсат, Филиппиндің 102 миллион халқы бар. Осы Филиппинде демократияны орнатып, Филиппинді Қытайға қарсы ашық ең үлкен ел. Филиппин Индонезиядан кейін ең үлкен ел. Бүкіл Қытайға қарсы үлкен базаға айналдыру батыстың жоспары. Бұл бір. Себебі мұны қазіргі Филиппиннің президенті Дутерто деген, ол Қытайға өтірік қарсы тұрады. Әу деп қарсы тұрады да, жаңа құйрығын қысып әніне кіріп кететін жаман қаншық ит сияқты неме. Осы Филиппиннің бүкіл байлығын, жерін, теңіздегі тіпті балық аулайтын алаңына дейін Қытай алып болды. Ана өтірікпен аузында қарсы тұрды да, шын мәнінде Қытайға сатылып отыр. Енді осы Дутертоның бүкіл қылмысын ашып, бүкіл Филиппин халқының жаңағы демократиялық батыстық прогреске өтуіне үлкен үлес қосып отырған әйелге беріп отыр. Неге? Бұл жерде мына мемлекеттің салмағы да маңызды. Филиппин 102 миллион халқы бар ел. Және Филиппин ол батыстық дінде, католик дінде. Және бұл журналист ағылшын тілінде жазады. Бұл журналисттің ерекшелігі ағылшын тілінде жазады. Батыс оны оқи алады. Және бірі Филиппин жаңағы ана ел, мына ел емес, олар батыстық дінде кезінде жаңағы батыстың отары болған ел. Сол батыстың отары болып, Португалияның отары болып, сол Португалияның отарынан кейін олар батыстық дінді қабылданған. Католиктер, осы христиандық католик бағыттағы ел батысқа бір табан жақын, және журналист ағылшынша жазады. Ең бастысы Филиппин демократияласса, Филиппинде батыстық жүйедегі демократиялық жүйе орнаса, оны Қытай коммунизміне, Қытай фашизміне қарсы үлкен базаға айналдырамыз деген батыстық бір үлкен есеп жатыр. Екіншісі, мынау ресейлік жалғыз Аппасиялық басылымға берілді. Анығында ресейлік жалғыз Аппасиялық басылымның бұл көтерген тақырыптары біздің даттың, яғни Ермұрат Бапи ағамның тақырыбынан арыды емес, берді емес. Мен Ермұрат Бапидан артық жазды, Ермұрат Бапидан артық көп дүние көтерді деп ол журналист айта алмаймын. Менің назарымда Ермұрат одан 100 есе биік. Бірақ бұл жерде ол Ресей дейтін империя болып тұр. Ал Ермұрат ағам ол әлемде бар ма жоқ па, салмағы белгісіз, өздері мақтанып той жасай беретін, қай жерден әй деп Еуропа жаңа қабағын түйсе, $1 миллиард ала қойды, маған ұрыспашы дейтін. Америка, не қылып жассыңдар десе, деп $1 миллиард бере қойып, маған ұрыспашы дейтін. Қытайдың да ебін табатын, орыстың да ебін табатын жезөкше, яғни бір жезөкшелер болады ғой, жаңағы анаумен де ойнас, мынаумен де жаңағы төсек-төс болып бәрін көңілін тауып отырған. Бұл сондай бір жаңағы аспаннан жауған батпан құйрық, жаңағы кімге сипалайым десе де, сүйкөнем десе де рұқсат болған. Сондықтан бұған жаңа батысыңда, шығысыңда, енді батыс дегенде бұл батыстың тұтас демократиялық жүйесін көрсетпейді. Соны меңгеріп отырған саяси, экономикалық топтар болады, мүдделі топтар болады. Оларға да $1 миллиард ақша керек. Сондықтан олар онымен саудаласады. Бұл дүние сол.